Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз мынандай гүлдерді салып үйренетін боламыз. Алдыңғы инструменттерді пайдалана отырып, қазір сіздерге көрсетейін. Ал бастайық. Бірінші дәл осыны шетке көшіріп қойайық. Осындай гүлді салу үшін не істейміз? Бірінші, мынандай гүл салу үшін біз круг инструмент аламыз, шеңберді, эллипсті. F7, F7 әрпімен бассаңыз клавиатурада, соны алып, мындай сопақ сызып аламыз. Бұған бірден түс беріп алуға болады. Мынандай оранжевый қылып па, болмаса мынандай қылып берейік. Және перетеканиені басайық. Заливканы басайық. Заливка деген бояуды басқан соң екіншісін басамыз. Фонтанный заливка деген, сосын ішінде радиальный дегенді басамыз. Енді осы жерге мынаның бойына түс қоя салайық, кез келген сары түсті қоя салайын мен. Енді осыны тағы бір рет бассаңыздар, бүйтіп айналатын сызықтар шығады. Осыны басып, контролды басып отырып, бір рет контролды басып отырсаңыздар, өзі арақашықтығын теңестіріп береді. Осыны басып, бір рет копировать етіңіздер. Копировать етіп білесіздер, мышканың сол жағын басып тұр, оң жағын бассаңыздар, бірден көшіріп береді. Сол енді келесі Ctrl-D әрпімен басып, көбейте бересіздер, дублировать ете бересіздер. Ал бастайық. 1, 2, мінен дайын. Енді осыны алдына топтастырып алайық, группировать етіп. Топтастырып аламыз, болмаса Ctrl-G әрпімен клавиатурада сгруппировать ете аламыз, топтастырып. Енді мына жерде шеңбер тұр. Ортасындағы қызыл мына ішіндегі түймедағын бүйтіп шеңберін сап аламыз. Ctrl-ды басып тұрамыз да, тартсаңыздар, тура шеңбер шығады. Егерде Ctrl-ды басып тартпасаңыздар, алдына айтқандағындай, эллипс болады, болмаса сопақ болады әртүрлі. Басып тұрамыз да. Дәл ортасына бұны деген оранжевый бояйық. Осын жаңағындай әдіспен бояққа кіріп, заливкаге кіріп, радиальный жасайық. Дәл ортаға келейік. Центровать етуді үйреткем. Егерде бұлай тұратын болса, мынау бізде группированный болса, басып тұрамыз да шеңберді, керекті объектке shift арқылы басып, теңестіреміз. C әрпін басамыз және E әрпін бассақ, горизонтальный, вертикальный теңестіріп береді. Енді осыны біріктіреміз да, қайтадан топтастырып, контурын алып тастаймыз. Контурды алып тастау үшін мышканың сол жағын басамыз да, мына өрге қызыл сызыққа бассаңыздар, мені алып тастайды. Ұқсап келе жатыр ма? Келесі гүлдің сабағын сызайық. Гүлдің сабағын сызу үшін мына жерде бізде свободный рука дегенді басып тұрсаңыз, сызықтарды ең соңында 3 тал деген бар, кривые 3 точки дейді. Осыны басу арқылы бізге оңай болады сурет салу. Мына жерден алайық. Мына жерден алып, басып тұрып жібергем жоқ. Әкелемді керек жерге жіберіп, осын мен қозғаймын. Қозғадым, тағы береді. Келесін төмен түсіру үшін осы нүктеден бастаймын, төменгі жанда нүктеден мынадан. Басып тұрып, жібермеймін де, жіберемін енді, сосын тартамын бұлай. Көріп тұрсыздар ғой. Енді осының қалыңдығы бар. Қалыңдығын мына жерге жаза саламыз. Бұл жерде негізінде миллиметрмен келтіру керек. Миллиметр келтіріп тастайын. Енді қалыңдығын 1 деп қойайық. Түсін жасыл қылайық. Бояу үшін мышканың оң жағымен бояймыз. Көріп тұрсыздар ғой. Бұл жерде ашық жасыл екен, жасылдың ақшылдауын келтіру үшін түсті босып тұрсаңыз, мышканың сол жағымен түстер шығарып береді реңдерін. Енді соның оң жағымен бассаңыздар шығады. Енді гүлдің жапырағы бар. Гүлдің жапырағын дәл осы құралмен басып тұрып әкелеміз де жібере саламыз. Мынан басып тұрып, керек жерге келіп жібереміз. Басып тұрып, жібереміз де жібере саламыз. Енді осы қолданған түстерді астынан қарап тұрсыздар ғой, мына түс міне тұр. Болмаса алдыңғы үйренгендегіндей пипетканы алып тұрасыздар да, бір рет басып, екінші рет бассаңыздар, осы түсті қайталап береді. Алдыңғы үйренгендегі осы контурды алып тастаймыз. Мышканың оң жағымен міне. Бірінші гүліміз дайын. Бұның барлығын алып топтастырып тастаймыз. Қозғалған кезде жеке-жеке болмайды. Бұлай болып тұрады. Келесі бізде гүліміз мынандай гүл. Бұл гүлді салу үшін біз шеңберді аламыз. Шеңберді алайық, жақындастырып. Және оны мына жерде кривойға айналдырайық. Преобразовать кривой, Ctrl-Q әрпін басайық, болмаса неге десеңіздер, біз узел инструментін алсақ, инструмент форманы, мына жерде 4 бұрышынан
төрт жағынан нүкте шығады. Сол нүкте шешесінен тартсақ, міне бізде гүлдің сабағы несі шыға бастайды. Енді осыны біз мынаны дәл осылай айналдырып шығу үшін бірінші түс беріп алайық. Мынандай мен сиреневый түсті алайын және заливка арқылы, бояу арқылы. Міне мен бұны басып тұрып төмен тартсам, мына өзгереді түсті, байқап ма? Яғни мына сызықтың бойына неше түрлі түстер қоя беруге болады, бірақ мен тек қана өзінің түсін ақ түске ауысу арқылы ғана қалдырып қойып жатырмын. Яғни тағы бір рет бассаңыздар, бағанаға үйренген әдістегіндей мынандай шығады бізде. Бірақ біз мынаны шеңбер, мына нүктесін, айналдыру нүктесін ең түбіне қоямыз. Енді қарап отқандарыңыздай, бағанаға контролмен басып, міне бір рет басып копировать етіп аласыздар, контрол-д мен дублировать ете бересіздер. Міне көріп отқандарыңыздай барлығы арақашықтығы бірдей болып шықты. Тағы да топтастырып аламыз, белгілейміз де топтастырамыз. Ортасындағы түйме дағын белгілейік, салайық. Қызылмен салып теңестіреміз, центровать етеміз. Міне С әрпін басамыз, сосын бұлай қарай горизонталь теңестіру үшін Е әрпін басамыз. Міне енді осының барлығын контурын алып тастайық, біріктіреміз де контурын алып тастаймыз. Мышканың оң жағымен міне бастық. Енді кішірейтейік. Кішірейту үшін, барлығы жан-жағынан кішіреу үшін центрге байланысты мынаны shift-ті басамыз да бұрыштамадан бассақ, міне жан-жағынан кішірейеді. Көріп отырсыздар ғой. Енді дәл осы сабақты салып отырмай, мынаны біз разгруппировать етіп, яғни топтастыруды өзгертіп, алып тастап, мынаны астында сабағын көшіру салуға болады. Контролды басып тұрып, болмаса бүйтіп еркін түрде алып, мына жаққа келіп копировать ете аласыздар. Мышканы басып, сол жағын, оң жағын бірден бассаңыздар, алдыңғы үйренгендегіндей копировать етіп береді. Болмаса басып тұрасыздар, мына бүйтіп алған соң, топтастырып алған соң, мышканың оң жағымен тартсаңыздар, мына жерге әкеліп жібере саласыздар, сөз айтады. Скопировать сюда деген шығады. Осында көшірейін дейді. Осын басасаңыздар, мына жаққа келтіре саласыздар мынаны. Міне көріп отырсыздар ғой, еш қиындығы жоқ. Осыны тоқтатып, паузаға қойып, міндетті түрде қайдалаңыздар. Бұл қолданылған әдістің барлығы сіздерге дизайнға көмектеседі. Және міндетті түрде ол кездеседі. Ол әрбір дизайн жасаған кезде осы қолданылған қарапайым жаттығулар сізге пайдалы болады және ол керек болады сіздерге. Так, енді мен тағы бір нәрсе салып кетейін. Бұл жерде мынау төртбұрыштыдан, мысалы, үй салатын болсақ, қарапайым міне. Төртбұрышты алдық, бойы салдық. Міне үшбұрышты алайық. Шатырын салайық. Теңестірдік С әрпі арқылы. Қоңырмен бойы салайын цветін. Есігін салайық. Екі этажды болсын. Терезесін салайық. Осы есіктерден топтастырып, центровать етейік міне. Қарапайым, бұған қанша 15 секунд кетті ме, кетпеді ме? Осыны тағы да топтастырып, контурын алып тастайық міне. Бұл қарапайым түрлері. Егер де бұны міндетті түрде көлеңкесімен 2D, 3D қылып салғыңыз келсе, бұл ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осы әдіспен салына береді. Пікірлеріңіз жазып кетіңіздер. Осыны тоқтатып, арнайы салып үйреніңіздер. Сіздерге пайдалы болсын. Жақсы, сау болыңыздар.